Қоғамдағы проблемаларды айттым ғой жаңа. 40-қа дейінгі жасай алмаған нәрсені 40-тан кейін жылдамдатып жасау, ұрпақтың жолын ашу, санасын ояту, жол көрсету, қолшатыр болып, дауылдардан, жаңбырлардан қорғай білу. Бұл біздің ата-аналық парызымыз шығар. Тоты құс деген білесіздер ғой, торға отырғызып қояды, тілде үйретеді, небір дағдылар үйретеді. Енді тоты құсқа сондай дағдыны үйреткен ата-ана қазіргі таңда баламызға ештеңе үйрете алмай келе жатырмыз да. Тоты құс құрлы бола алмадық бүгін. Сондықтан құрметті ата-аналар, мына жерде сенім мен болашақтың саналы жанашыр ата-аналары. Оңтүстігіміз солтүстігін, солтүстігіміз батысын, батысымыз шығысын ата-аналар бір-бірімізді тануымыз керек. Жаңа дұрыс нені айтты Жансая ханым. Бұдан кейінгі форумда башы араластырып тастау керек. Біз жаңағыдай араласпағандықтан, бір-бірімізбен сөйлеспегендіктен жаңағы оңтүстігі барсаң солтүстігін жамандап жатады, батысқа барсаң батыс өздері мына жақта айтып жатады, шығысы мына жақта айтып жатады. Қазақты әйтеуір жан-жаққа тартқылап, ортада қиналып жатқан біздің ұрпақ, біздің ел. Сондықтан құрметті ата-аналар, мен осында біздің жанашыр ата-аналар бар. Біз филиалдың директорлерін айтамыз. Может, алдағы уақыттарда регионалдық форумдар ұйымдастыру керек шығар. Эксперттердің басын жинап бір ортаға концепция шығару керек шығар. Бірақ біз әлі күнге дейін болашақ ұрпағымыздың концепциясын пайымдап, келісіп ала алмай келе жатырмыз. Бұны зиялыларға да айттым мен. Министрліктерде бірдеме істегісі келіп жатыр. Бірақ бұл ата-анадан шығу керек, құрметті ата-аналар. Біз шығаруымыз керек концепцияны. Рухани жаңғыру керемет дүние. Сүйіп басымның үстіне қоямын. Керемет дүниелер жаздырған. Оны іске асырғанда керемет дүниелер іске асар еді. Бірақ бір номыз оған халық қатысқан жоқ. Оған біздер қатысқан жоқпыз. Жүзбен ақылдасқан жоқ. Сондықтан ол іске асқан жоқ. Біз әрқайсымыз жүктің астына қолымызды қоятын болсақ, онда небір проекттер іске асады хақ. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, мен ашықпын, қысқа да нұсқа бүгінгі нәрсемізді түйіндеп, елге барған кезде әрқайсының сеніммен болашақтың айналасында жаңа айтты ғой, күнді жұлдыздар көп шығар, бірақ менің жүрегімнен шыққан сеніммен болашақ бұл күн. Күн шыққанда жұлдыздар өзі жолы орын табады. Сондықтан мына күнімізді сеніммен болашақ секілді дүниемізді әр өңірде үрдісіне, талабына, әдебіне қарай насихаттайық. Сіздерден бірақ нәрсе, жүректі оятыңыздар, салғырттықты қойыңыздар. Мына жүктің астына жігіт адам секілді, ер рухты азаматша секілді иықтарыңызды қоя біліңіздер. Егер ұрпағымыз жарқын да кемелді болашақ тілейтін болсақ. Сондықтан сұрақтарыңыз болса мен дайынмын, болмаса түйіндеме неміз бар, Жансая ханым қайда? Резолюция ма не? Соны оқытамыз, содан кейін бір-бірімізге рахметімізді айтып, елімізге қайтамыз. Сұрақтар